Сәлем достар, бүгінгі сабақ бізде тыйым салынған жарнама сөздер. Яғни рекламаға жібермес бұрын осындай тыйым салынған нишаларға реклама жіберуде абай болу керек, және тыйым салынған сөздерді қолданбауға тырысу керек. Яғни, егер де сіз осы тыйым салынған нишаларға жіберетін болсаңыз, я болмаса осы сөздерді қолданатын болсаңыз, сіздің рекламаңыз тоқтап қалады, я болмаса проверкадан өтпейді, немесе сіздің рекламный аккаунтыңызды Facebook автоматом блокқа жібереді. Сол үшін не істеу керек және қалай алдын аламыз деген сабақ. Ең бірінші тыйым салынған ниша бұл бізде сетевой болып табылады. Яғни бұл жерде адам тарту, адам көбейту деген сияқты. Сол себепті бұған реклама жіберген кезде өте абай болуымыз керек. Сетевойға қалай жіберуге болады? Сетевойға мүлде жіберуге болмайды деген сөз емес. Әрине жіберуге болады, бірақ өте абай болу керек. Мысалы, сіз сетевойды, мысалы, бір өнім болса, сол өнімді өзіңіз шығып айтып, мен осыдан нәтиже көрдім, осылай маған көмектесті, я болмаса мына компанияда мен нәтиже көріп жатырмын, достар, сіздер де қосылыңыздар деген сияқты өзіңіз айтып шықсаңыз болады, я болмаса озвучка жасасаңыз болады. Солай өткізуге болады. Және суық қарулар, үшкір, өткір заттарды рекламаға шығаруға болмайды. Жалаңаш дене, ақша деген сияқты нәрселерді шығаруға болмайды. Және до после сөзін жазуға болмайды, және суретін қоюға да болмайды. Яғни бұны жаңа айтып тұрғанымдай, көбіне сіз өзіңіз шығып, осылай мен нәтиже көрдім. Бұған дейін менде былай еді, бұған дейін мен аяғым ауыратын еді. Қазір осы өнімді ішу арқылы менің аяғымның, белімнің ауырғаны қойды деген сияқты отзывтарды жіберсеңіз болады. Ал былай до после деп сала салсаңыз, ол сіздің жаңағы баннеріңіз проверкадан өтпей қалуы мүмкін. Және дәрі-дәрмек атаулары, дәрі-дәрмектерді шығаруға болмайды, табыс, айлық деген сияқты сөздерді пайдалануға болмайды. Бұл сөздердің синонимдерін пайдаланып жіберсеңіздер болады. Және миллион деген сөзді де миллион табыс табасың деп жазып қоймай, оны миллион дегенім, мысалы, миллн деп түсінікті қылып жазсақ болады, қысқартып, бірақ адамдар сразу түсінеді. және интимдік заттарды шығаруға болмайды. Шығарған кезде өте абай болу керек. Жұмысқа шақыру, бады деген сияқты нәрселерді рекламаға шығарғанда өте абай болу керек. Бадыды шынымен айтқан сияқты мүлде шығаруға болмайды деген сөз емес, бізге бұндай нишалар керек. Келген кезде не істейміз? Бұндай отзывтарын сұраймыз, өзінің пайдаланғанын, өзі сондай видеолар түсірсек болады, осыны мен пайдаландым, осыдан жақсы нәтиже көрдім деген сияқты сондай видеоларды шығарсақ болады. Жалпы достар, осы сөздерді, осы нишаларға реклама жіберетін кезде өте абай болыңыздар, және рекламаларыңыз проверкадан өтсін десеңіздер, осы сөздерді қолданбауға, я болмаса синоним сөздерін қолдануға тырысыңыздар. Және реклама жіберер кезде де өте асығыс болып, апыл-ғұпыл жібере салмай, міндетті түрде қараңыздар. Именно осы салаға байланысты сізге келді ма, осы салаға байланысты басқалар не істеп жатыр, конкуренттер не істеп жатыр, соның барлығын зерттеу керек. Фейсбукпен жұмыс жасаған кезде де өте абай болыңыздар. Рекламаңызды шығарып жібере салып, ол рекламаңыз проверкадан өтпей қалып, сіздің рекламаңыз өтпегесін рекламный аккаунтыңызды блокқа жіберу мүмкін. Я болмаса кейбір жағдайларда тіпті сізді мошенник деп ойлап, Facebook аккаунтыңызды блоктап тастау мүмкін. Сол себепті өте абай болуымыз керек. Кез келген Facebooktың настройкасын ұштаған кезде де, Facebookпен жұмыс жасаған кезде, реклама жіберетін кезде де барлығына өте абай болып, мұқият болып, жасаған креативтеріміз, жасаған видеоларымызға өте сақ болып қарап, содан кейін барып рекламаларыңызды қосқандарыңыз дұрыс.